Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге кір сабының пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менің сіздерге айтайын деп отырғаным кір сабын жайлы. Әдетте біз оны тек жуғанда ғана пайдаланамыз, бірақ оның тұрмыс тіршілікте де пайдасы орасан зор екендігін біле бермейміз. Ендеше сіздермен кір сабын жайлы біраз пайдалы кеңестермен бөлісемін. Адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабын жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге тағып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен сыртқа шығады. Шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынын пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сіріңке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбіне қатайтуға көмектеседі. Аптасына 2 рет бетті кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатын терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түскенді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғаны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып, денеңіз сергітуге жақсы көмектеседі. Сулы беторамалдарды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минут күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмаудан айығады. Іріңдеген жараларға сықпа майын жаға бергеннен кір сабынның көмегі пайдаланғаннан да пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі үккіштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп су құйып, әбден қою болғанша араластырыңыз. Отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз, жараның іріңдеуі қойып, тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттанған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараның асқынуы мен микробтың түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2 рет жусаңыз жеткілікті. Достар, маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы лайфхактармен, рецепттермен және кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. Үлкен рахмет.